Сәлем шебер ханымдар, бүгін біз сіздермен матадан доп тігіп аламыз. Бұл доппен сіз балаларыңызды қуантсаңыз болады, немесе бизнес көзіне айналдырсаңыз да болады. Осындай бір бет қағаз аламыз клеткіден. Ұзыннан бойы 19 см сызып, екі қапталынан 5 см түсіреміз екі жағынан да. Жоғар жағынан 3 см белгілеп аламыз да, аст жағымен біріктіреміз. Бізде осындай фигура шығып жатыр, мінекей уже. Келесі кезекте біз центрін белгілеп аламыз. Бұл жерде бізде центрі 9,5 см. Центрін белгілеп болғасын, аст жағынан біз астына қарай 1 см түсеміз, және жоғар жағынан ішке қарай 1 см түсеміз. Енді шыққан 3 точкамызды біріктіріп аламыз. Жоғар жағында біріктіріп шығамыз. Мінекей бізде уже бір лекаламыз дайын шықты. Енді екінші лекаламыз дәл солай дайындап аламыз. Өте оп-оңай. 19 см сызып, екі қапталына енді 4 см-ден түсеміз. Аст жағын жауып, бізде осындай прямоугольник шығады. Енді кезекте центрін белгілейміз 9,5 см. Енді аст жағына және жоғар жағына 1-1 см-ден белгілеп аламыз. Сол белгілеген точкаларымызды енді біріктіріп шығамыз. Неке біздің лекаламыз дайын болды. Енді мен қазір размерлерін жазып кетемін. Сіз скриншот жасап алсаңыздар болады дайын болғасын. Мінекей біздің лекаламыз дайын болды. Бір бет парағымызды ортасынан бүктеп, енді бір жағынан осылай қиып шығамыз видеодағыдай. Лекалаларымыз дайын болды. Енді бірінші лекаладан біз матамызға қойып 6 дана қиып алу керекпіз. Екінші лекаламыздан 12 дана қиып алу керекпіз. 12 дананы сіз екі түрлі түспен жасасаңыз болады. Мен бір түсінен жасадым. Основной матамызды енді алып, менде көк түс, түктерін астына қаратып аламын, және қоңыр түсті алып, оның да түгін астына қаратып, осылай біріктіріп тігіп аламын. Енді екінші жағын тігіп алатын боламын. Оның да түгін астына қаратып, осылай біріктіріп тігіп аламыз. Барлық бөлшектерімізді осылай біріктіріп тігіп шығатын боламыз.
Мінекей біз барлығын тігіп алдық. Енді түгін астына қаратып, екінші қиындымызды аламыз да оның түгін де астына қаратып, осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай біріктіріп тігіп аламыз. Мінекей бір бөлігімізді тігіп болдық. Енді екінші бөлігімізді тігіп аламыз. Оның да түгін астына қаратып, осылай біріктіріп тігіп шығамыз. Екінші бөлігі де дайын болды. Келесі бөлігін біз түгін астына қаратамыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай айналдырып тігіп шығамыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай бізде доптың формасы шығып келе жатыр. Өте әдемі болып. Енді екінші жағын тігеміз. Дәл жаңағыдай методпен түгін астына қаратып, видеода көріп тұрғандарыңыздай айналдырып тігіп шығамыз. Мінекей добымыздың үстіңгі беті қалды. Түгін аст жағына қаратып, енді жоғар жағында түгін аст жағына қаратып, дәл солай біз ортасынан кішкене проем тастап кетеміз. Мен сол үшін сөгіттім. Және де айналдырып тігіп шығамыз. Мінекей біздің домымыз дайын болды. Оның бетіне қаратып, енді барлық углдарын осылай қолдың көмегімен шығарып жатырмын.
Енді осы тастап кеткен жерімізге біз синтефон либо холофайбер саламыз. Менде холофайбер болған жоқ, сондықтан мен осылай қалған синтефондарды салып тастадым. Синтефоннан, холофайбердан бөлек біз осылай губкамызды майдалап қиып добымыздың ішіне салып тастасақ болады. Өте әдемі шығады доптарымыз. Енді добымыз мінекей өзінің формасын алды. Келесі кезекте осы ашық жерімізді біз потайной шовпен тігіп шығамыз. Дәл осылай футбольный доптың тігілу жолын көріңіз келсе, жоғарыдағы сілтемеге өтіп, видеоны қарап шықсаңыздар болады. Мінекей добымыз дайын болып қалды. Видео ұнаса әрине лайк басып комментарий қалдыруға ұмытпаңыздар. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Сау саламатта болыңыздар.